Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омырзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 7 орта мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 2 сыныптың 34 сабағы балалық шақ мейрамы тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы жалпы адамзаттық құндылық. Қасиеттері сыйластық, құрметтеу, ақкөңілділік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жалпы адамзаттық құндылықтарды өмірлік бағдар ретінде ұғындыра отырып, оның өмірдегі үйлесімділік пен әсемдік негізі екенін түсіндіру. Міндеттері оқушыларға өмірдегі үйлесімділік пен әсемдік мәнінің жалпы адамзаттық құндылықтарымен байланыстыра отырып түсіндіру. Оқушыларды дұрыс ой, жақсы сөз, жақсы іс жасау дағдыларына дамыту. Оқушыларды қоршаған ортаны құрметтей отырып, сыйластыққа, ақкөңілдікке тәрбиелеу. Ендеше балалар, сабағымызды 5 Т ережесін еске түсіруден бастайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулықты сақтайтын болсақ, сабағымыз ойдағыдай өтеді балалар. Ендеше қазір бізде жағымды көңіл күйге келейік, нұрға бөленейік. Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстел үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмып елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашады. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолыңыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Енді нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге ғана барады. Олар нұрмен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы сөзді ғана айтады. Нұр құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көзімізге де келіп жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен де жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгілі, сәулелі ой келеді. Нұр бірте-бірте қарқын жоғалана бастайды. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағына сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей ренжіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегін нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлем барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түп-түпкіріне нұрды бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: мен нұрлымын, нұр менің ішімде, мен нұрлымын. Осындай нұрмен махаббат пен тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтай біліңіз. Және көзіңізді ашуға болады. Жарайсыздар балалар, нұрға бөленіп болсақ, енді сабағымыздың дәйек сөзін қайталайық. Менімен бірге қайталаңыздар балалар. Өзіңе тілемегенді өзгеге тілеме деген екен халық нақылы. Балалар,
бұл нақыл сөзден қандай ой түйдіңдер? Балалар, мен сіздерге мұғалім сыйы ретінде адал дос видеоролигін қосып бергім келіп отыр. Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат «Бүгін менің жан досым кеудемнен итерді» деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. «Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды». Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: «Алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші» деп сұрайды. Сонда Азамат: «Бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды» деген екен ақылды бала Азамат. Видеороликті көріп болсақ, балалар, мен сіздерге рахметті не үшін айтады деген мына әңгімені оқып бергім келіп отыр. Рахметті не үшін айтады? Василий Сухомлинский. Орман ішіндегі жолмен атасы мен немересі келе жатты. Күн ыстық еді, олар шөлдеді. Жолаушылар бұлаққа жақындап келді. Бұлақ сылдырап ағып жатыр. Олар еңкейіп шөлдерін қандырды. «Рахмет саған, бұлақ», деді атасы. Ұлы күліп жіберді. «Ата, сіз неге бұлаққа рахмет деп айттыңыз? Ол бұлақ тірі емес қой. Ол естімейді. Сіздің алғысыңызды түсінбейді ғой» деп таң қалады. Сонда атасы былай дейді: «Егер қасқыр бұлақтан келіп су ішсе, ол рахмет деп айтпас еді. Ал біз қасқыр емеспіз ғой. Біз адамдармыз. Сен білесің бе, адамдар не үшін рахмет айтады? Ойлан, бұл сөз кімге керек?» Немересі ойланып қалады. Оның ойланатын уақыты көп, өйткені жол ұзақ еді. Енді балалар, осы екі мәтін бойынша сіздерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Екі дос әңгімесінде Азамат қандай бала? Екі дос бір-біріне қандай жақсы іс жасады? Және рахмет әңгімесі бойынша атасына айнала қоршаған ортаға ризашылық білдіріп тұрған не нәрсе? Табиғаттың алғысты, ризашылықты түсінетінін немен дәлелдейсіңдер? Атасының «біз адамдармыз» деген сөзін қалай түсінесіңдер, балалар? Және оны қалай түсіндірер едіңдер? Осы сұрақтардың жауаптарын ойланып, ойға түйеміз, балалар. Ендеше шығармашылық жұмысымызды бастайық. Шығармашылық жұмысты дәптермен жұмыс. Дәптердегі тесттік тапсырманы орындау керек. Тесттік тапсырманы орындап, дәптерімізге жауабын жазамыз. Келесі топпен ән айту. Бала тіледі.